Қазақ атауы туралы. Қазақ тарихы сөз болған жағдайда, қазақ атауы қайдан шыққан, қандай ұғымды білдіреді деген орынды сұрақ туады. Қазақ деген сөздің мағынасын тарататын көптеген тұжырым пікірлер бар. Көптеген пікірлердің ішіндегі көкейге ең қомдысы қас сақ, нағыз сақ деген сөзден шықты дегені. Ежелгі дәуірде Хасақ атты ұлыс ел болған. Қазақтарды қытайлар Хасеке деп атайтынында да біраз сыр жатыр. Қазақ атауы ежелгі Хасақ тайпасын есепке алмағанда, тарих сахнасында 9-10 ғасырларда біліне бастаған деген тұжырым бар. Одан бұрында Қазақия атты ел болған десек. Ресей отарлаушылар тарапынан халқымызды бертінге дейін кемсітіп мұқатып атап келген Қырғыз Қайсақ теңемесіндегі Қайсақ деген сөз еріксіз назар тартады. Ежелгі дәуірде қазіргі кіші жүз, Еділ Жайық маңы Қай деген тайпа да болған көрінеді. Бұған сақ деген бүкіл түркілердің, соның ішінде қазақтардың арғы атасының атауы қосылып, содан Қайсақ, яғни қазақ этнонимі шыққан болуы да мүмкін. Қазақтың арғы тегін тек түрік тектестерден ғана іздесек, жаңсақ кетерміз. Қазақтың түрік текті екеніне дау жоқ. Дегенмен сол түріктің де арғы тегі құрылымы тым күрделі болып кететіні бар. Түрікке дейінгі тегін әр тараптан іздеуге тура келеді. Түріктің арғы тегін ғұндар делік. Бірақ та сол ғұндар өзі қайдан шықты? Түрікті гілең ғұндардан тарала салды деуге тағы болмас. Қазақтарда еуропалық қанда жеткілікті көп екені белгілі болды. Тіпті сол көне түріктің өзінде еуропалық нышандар жетіп басады. Бұл арада зерттеуді талап етіп, өз шешімін күтіп тұрған жай. Қазақ халқына тікелей байланысты ежелгі мемлекеттерді ұлыс тайпа өмір сүрген жылдар есебімен қысқаша ғана шолу. Сақ тайпасы. Қазақ халқының тарихы ежелгі сақ тайпаларынан басталады. Олар шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 7-8 ғасыр аралығында қазіргі қазақ жерін шығыста Алтай тауына дейін толық қамтып жатқан тайпалар одағы болды. Олардың негізгі орталығы Жетісу маңында болған көрінеді. Осы сақ деген сөзден қазақ атауы шықты деген тұжырымда жоқ емес. Олардың Массагет сияқты тайпаларын негізінен қазіргі қазақ жерінде өмір сүрді деуге әбден болады. Сақтар өзара Массагет, Иссидон, Сармат, Яксар, Дай, Аскатах, Көмар, бұлардың бәрі грек атауы секілді көптеген тайпалардан құралды. Бұлардың ең әйгілісі Сармат, Массагеттер. Бұл атаулар батыстың небір аңыздарында әлі күнге дейін айтылып келеді. Ежелгі сарматтардың бір бөлігі батысқа жылжи қоныс аудара отырып, ақыры Еуропаның қазіргі Италия маңына, одан ары тіпті Британия аралдарына да жеткен көрінеді. Сақтар сол замандағы ең өркениетті елдермен, мысалы Ассирия, Персия мен тепетен қарым-қатынаста болды. Парсының Кир патшасы 529 жылы сақтарға шабуыл жасап жеңілсе, артынан бірінші Дарий 518 жылы соғыс ашып, ол да жеңілген дейді. Ұлы Ескендірдің өзі 330-327 жылдары соғыс ашып, сақтардың біраз жерін жаулап алғанымен, ақырында ол да шегінеді. Міне сондықтан сақтарды басқалар өте жауынгер, ержүрек халық деп таныған еді. Сақтардың ең әйгілі көсемі Тұмар, Томирис деген патшайым болды. Сақтардың солтүстік бөлігін түріктің арғы тегі дейміз. Бұл сақтардың оңтүстік бөлігі түрік емес деген білдірмейді. Тек олардың оңтүстік бөлігі түрік пен парсылар аралас болған дегенді білдіреді. Тұран мен парсылардың арасында жүздеген тіпті мыңдаған жылға созылған ұзақ соғыс болғанын білеміз. Бұл да олардың айтарлықтай араласып тұрған айғақтай түседі. Сақтардың солтүстік бөлігі 4 ғасыр шамасында шығыстан көшіп келген ұлы Йозы тайпасынан жеңіліп ыдырайды да, орнына 3 тайпалық одақ Үйсін, Қаңлы, Алаңдардың тайпасы құрылады. Және де осы сақ тайпаларына негізделіп, ғұн сияқты жаңадан тайпалар одағы пайда бола бастады. Сақтар көптеген түркі тектес халықтардың арғы тегі болады.
Өйткені олардың біраз бөлігі алдымен жаңадан құрылған ұлы Йозының құрамына кірсе, артынан Үйсін мен ғұндардың құрамына кіргенді. Сақтар сонымен қатар парсы халықтарының да арғы тегі. Қазақстан жерін мекендеген сақ тайпалары көне түркі тілінде сөйлеген делінеді. Діні де тәңірлік дін болды деген болжам бар. Сақтар жартылай көшпелі болды. Олардың арғы тегі белгісіз болғанымен, нәсілдік жағынан еуропиттік тұрпатты басым болғаны белгілі болып отыр. Үйсіндер. Үйсіндер ежелден Жетісу маңын мекендеп келген түркі тілдес ірі тайпа болған. Бірақ оларды бастапқыда бұдан бұрын 3 ғасыр шегінде қиыр шығысты мекендеп тұрып, артынан Жетісу маңына келіп қоныстанған тайпа болды деген болжам бар. Үйсін атауы қазіргі кезде бүкіл ұлы жүз тайпаларының жалпы атауы болды. Кезінде үйсіндерге көршілес ұлы Йозы деген тағы бір тайпа болыпты. Бірде олар үйсіндер мен ғұндардың біріккен қолынан жеңіліп, оңтүстікке ауыпты да ежелгі Бактрияға, Ауғанстан жерінде болған мемлекет, барып қоныстанып, Қушан мемлекетін құрыпты. Олар Жетісу Тәңір таудан ығысқанда түгелдей кетпей, бір бөлігі үйсіндердің арасында қалып сіңсе керек. Содан ұлы жүз Үйсін деген тіркес атау пайда болды деген жорамал бар. Қаңлыдан басқа Албан, Суан, Дулат, Жалайыр, Ысты, Шанышқылы, Сарыүйсін, Ошақты, Шапрашты, Сіргелі тәрізді ұлы жүздің бүкіл тайпаларын кейде орта жүздің Керей тайпасында осы Үйсіннен таратады. Ежелгі үйсіндерді сақтардың тікелей ұрпағы болды деуге әбден болады. Өйткені үйсіндер басында қиыр шығыстан келгенімен, артынан сақтардың ұрпағымен біте қайнаған тайпа. Үйсіндер ғұндардың алғашқы кезеңінде шарықтады да, артынан әлсіреп екіге бөлінді. Олар ғұндармен алыс-беріс болып көп соғысты. Басында ғұндардың қарамағында тұрып, артынан ұлы Йозыларды жеңіп күшейіп алған соң, ғұндарға бағынғысы келмеді. Дегенмен бұған ежелдес қандас туыс, ұлыс тайпалар болып келген ғұндар мен үйсіндерді біріктірмеу үшін Қытайлар оларды үнемі қағыстырып отырғаны өзіндік әсерін тигізді. Алайда ғұндар мен қаңлылардың біріккен одағына төтеп бере алмай, соғыста жеңіліп қалған үйсіндер артынан ғұндармен бірігіп, қазақтың арғы тегін қалыптастыра бастады. Үйсіндер заманында үлкен ел болды. Оларды қазақ халқының үлкен бір қайнары болды дейтін толық негіз бар. Өйткені осы Үйсіннен қазақтың талай руп тайпалары тарайды. Үйсіндердің билік құрған соңғы кезеңінде оның құрамында болған дулаттар, анығырақ айтқанда сары үйсіндер үстем бола бастады. Бұлар артынан Түркеш хахандығын құрды. Қытай деректерінде үйсінді олардың жерінде хан әулетіне өте жақын болған деп көрсетуге тырысады. Ол ма? Қиыр шығыстан көшкен үшін үйсінді Қытай тектес болды деуге дейін барды. Әсілі үйсіндердің түркі тектес ел болғанына күмән жоқ еді. Тек үйсін демей-ақ, түркінің өзі алғашқы бастауын Алтайдан алуын алса да, артынан кең қанат жайып, негізгі бөлігі ежелден қазіргі Қытайдың Сары өзен маңын мекендейтін болған. Бұл үшін түркіні Қытай тектес болды деуге бола ма? Алайда сол кезде біраз түркі тектес тайпаларды Қытайлар өздеріне сіңіріп алғаны шындық еді. Кейін осы жерлерден бүкіл түркілер сол Қытайдан қысым көріп ығысқаны да тарихи шындық болады. Аландар шамамен 4 ғасыр шегінде ғұндармен бірлесіп сарматтарды құраған тайпа. Бұларды қазақтың кіші жүзінің арғы тегі деуге болады. Кіші жүздегі Алшын, Жағалбайлы, Кердері, Адай рулары ертеден аландар бірлестігінде болған деседі. Аландар қазіргі кіші жүз маңын яки батыс Қазақстанды мекендеді. Аландар қаңлылармен тілі бірдей болған дейді. Олар алғашында қаңлыларға тәуелді болғанмен, артынан бөлініп шығып, қуатты ел болғанды. Бірақ та 1 ғасырда басқа жұртқан ғұндардың шабуылына ұшырап, ғұндарға біріктірілсе, артынан 5 ғасырда ақ ғұндардың құрамына кіреді. Одан кейін 6-7 ғасырларда Қыпшақ бірлестігіне кіріп, артынан Алтын Орда ақ ордаларға қарап келіп,
15 ғасырда қазақ хандығы құрылған кезде оның құрамына біржолата кіріп, қазақ халқын қалыптастыруға көп үлес қосты. Ежелгі аландардың ішінде Қасақ, Қасоқ атты ұлыс болған деген дерек те баршылық. Бұл атау артынан қазақ хандығы кезінде қайтадан жаңғырған болуы әбден мүмкін. Қаңлылар. Біздің заманымыздан бұрын 2 ғасырдан 5 ғасырлар аралығында Қаңлылар Қаратау Сырдария маңын мекендейді. Бұл тайпаны үйсінмен қоса қазақ халқының негізгі ұйтқыларының бірі болды дейді. Қаңлылар алаңдарды биледі. Бұл олардың құрған мемлекеті қазіргі қазақ жерінің басым көбін қамтығанын білдіреді. Өйткені бұл екі ұлыстың территориясы қазақ жерінің батысынан шығысына дейінгі жерлерді негізінен қамтып жатты. Артынан бұларды батыс түркілер басып алды. Қаңлылар ежелден түрік тілінде сөйлеген, үйсіннің жақын тармағы болған дейді. Қаңлылардың көп бөлігі өзбек, түрікмен секілді басқа да түрік тектес халықтарға сіңді. Және де ғұн қыпшақтардың батысқа жорығы кезінде олармен жол жөнекей еріп, сандері едәуір азайған дейді. Ежелгі дәуірде үлкен ел болғанымен, жоғарыдағы себептермен артынан өз дәуіріндегі қыпшақтардай ел бола алмады. Қаңлылар қазіргі кезде ұлы жүздің құрамындағы ірі тайпалардың бірі. Қазіргі қаңлылар сары және қары қаңлыға бөлінеді. Бұлардың әр қайсысы өзара жетісу мен сыр қаңлысы деп жіктеледі. Келесі бөлімде ғұн және түрік дәуірі.